Видео басталмастан бұрын сіздерге Нурик TZ арнасын ұсынамын. Бұл каналдан сіздер әзірге Майнкрафттың видео көре алмайсыздар. Негізі ол түсірген, бірақ бұл YouTube'қа 20 минуттай түсірген ғой, сол авторский правомен саламады. Сондықтан да сол еңбегін бағалап, оның арнасына жазыла кетейік. Тағы да сіздерге достар, Нота Play арнасын ұсынамын. Бұл арна өте керемет канал. Бұл бүкіл видеолармен көргем, өте қызықты. Әсіресе мынау мәңгі Let's Play деген де қызық. Осы арнада 12.000 подписчик бар. Сіздер осы каналға тіркеліп, оған қолдау жасап кетсеңіздер жақсы болар еді. Ендеше видеоға кеттік. Достар, мен міне Майнкрафтқа кірдім. Менің версиямды сұрасаңыздар 14.3. Міне мен бүгін выживание емес, не түсірем? Обзор. Менің версияма өзімнің. Міне. Создать игровой мир. Жаңадан шыққан заттардың барлығын. Міне, создать еткенде мынандай болып тұрады. Нормально да тұра берсін пока. Начальная карта дейді. Бонусный сундук деген ондай. Выживанияға керек заттар болады. Міне, бонусный сундук дегенді қосып көрейік міне. Ключ генерацияға керек жоқ. Ендеше мен создать етем. Айтпақшы достар, мен қасымда арнада бірінші пиар жасаған досым отыр. Қасымда міне. Не істе? Сәлемдесті. Достар, сәлем. Міне, таусын көріңіздер. Қазір мен кірген соң сіздерге өзім көрсетем. Достар, мен өзім версияма шыққан заттарды сіздерге көрсетуге дайынмын. Ендеше дайын отырыңыздар. 1, 2, 3. Міне. Біздің версияда ең бірінші айта кетерлік зат ол міне. Әртүрлі есіктер бар. Олардың әртүрлі люктары бар міне. Шоколадный есіктің шоколадный люк шықты. Міне, төбесіндегі андай вороталар, заворлар. Әртүрлі полублоктар, нажимная плита мен кнопкалар өзгерген. Бұл өте керемет әрине. Маған ұнады. Ал екінші көрсететін затымыз міне. Осындай жаңадан шыққан блоктар. Мынау блогы, мынау полублок, мынау ступеньки. Міне, түсінетіңіздер деп ойлаймын. Мынандай бар. Сосын міне, мынандай. Сіздер выживанияда бұны угілдің орнына қолдана аласыздар. Міне, угілдің орнына. Бұл өте керемет, үнемдей аласыздар заттарды. Сосын бізде шыққан зат ол шалкер бокстар. Яғни әртүрлі түстер бар, өздеріңіздің қалағандарыңызды аласыздар. Міне, сосын мынандай нелер шықты. Тулар яғни. Білмеймін, солай ма қате етсем, кешіріңіздер. Осындай әртүрлі түстер болады өздерінің. Қалағандарыңызды аласыздар. Міне, сосын андай блоктар шықты. Әдемі өтті андай. Хай-тек үйлер бар емес па, сондайларға жақсы өзде. Сосын міне, жаңадан мұз шықты бізде міне. Мысалы мен қазір инвентарымнан көргендеріңізде сырғанайды бұның үстінде. Мен қазір бірдеңке алып көрсетейін сіздер. Кез келген зат. Бүйтіп лақтырсам жақсы көрінеді. Сырғанайды міне. Көргеніңізден. Бұрынғы версияда андай сырғанамаушы еді ғой. Міне солай. Күшті өтті. Бұл сіздерде бұрынғы версия ғой. Содан сол сақталып қалады ғой версиясы тұрғанда. Сонда бұлар болмайды. Жаңадан мир создать еткенде болуы мүмкін. Келесте бізден андай әртүрлі түсті айниктер шыққан. Әртүрлі түсі бар. Мен бір 4-5 ғана алып көрсете салдым. Ал біздің ең соңғы айта кететін затымыз осындай блоктардан. Міне мынандай зат, короче. Неде болады бұл? Адский порталда. Біз қазір бұдан выживанияға ауысып үстіне тұрсақ, бұл урон береді. Сіздерге қазір оны көрсетемін. Достар, мен выживанияға ауыстым. Көреміз қазір. Міне. Міне урон береді бізге.
үстіне секіріп өтіп кетсең де болмайды екен. Сонда да береді екен. Ал сіздерге тағы бір айта кететіні, қазір аздаған паузадан кейін көресіздер. Міне достар, мен оралдым. Сіздерге тағы бір айтатын жаңадан шыққан заттар, бұл трезубец яғни. Міне. Қараңыздар. Не садақ сияқты емес бұл. Қай жерге көздейсің, сол жерге атылады, қараңыздар. Садақта бұрында үстіне атып төменге түсуші еді ғой, білесіздер ғой. Міне. Бұл өте керемет, маған ұнайды осы трезубец. Міне. Ал келесі шыққан зат бұл бізде ракета. Бұның әртүрлі түстері болады, міне. Қараңыздар. Мынау розовый. Мынау жасыл. Мынау жай ғана ақ екен, простой. Ал сіздерге айта кететін тағы бір ең керемет зат бұл судағы шыққан өзгерістер. Мен қазір нені ішіп алайын, зеленый, жақсы көріну үшін. Міне, алайық. Ой, үшін тұтқан күн. Че саламыз осысын. Қазір біз былай қарасақ, міне, ой, правильно точно. Видеодан біз от третьего лица подругазды қойсақ, міне, қараңыздар. Осылай ғой. Судың ішінде жай жүргенде де осылай болады. Ал 2 рет басып қатып жүретін болсаңыздар, қараңыздар. Кәдімгі жүзген адамдай болады, қараңызшы. Өте керемет, я? Міне. Қазір сізге мен тағы бірдеңке көрсетемін. Мен қазірге паузаға қоя тұрамын. Достар, міне мен оралдым. Судың астында бүйтіп жүзіп көрсек, міне. Өте керемет бұлай. Негіз балықтар болу керек, балық көрген жерімізде. Мен балықты қалай шығаратынын түсінбей қалдым, бар ғой. Айтшы көрсетіп жүрсем. Миллион балық бар бұл жерде, негіз көп өте. Ал достар, сіздерге тағы бір айта кететін жағдай, міне. Біз бір кәдімгі ағаш алайықшы, мындай. Кәдімгі қалай еді? Бір дуб алайық. Дуб алайық. Сосын бір балта алайық. Алмазын алай берейікші. Міне, қазір мен неге ауысайшы, ат бір өкілтсаға. Ұшып тұрсақ, міне. Міне, ұшып тұрамыз ғой. Сосын, міне, балтамен біз бүйтіп сындырмай, жай ғана бір бассақ бүйтіп жетті. Нестен қанатын қырылып. Өте әдемі. Сосын біз, міне, үй салғанда бүйтіп астына істеуші едік қой. Сонда әдемі де ойлаушы едік. Міне. Ал қазір мүлдем әдемі болады. Қараңыздар. Кәдімгі андай ненің асты сияқты екен. Пол болады ғой. Сондай сияқты. Сосын бұрынғы версияларда былай болған. Бүйтіп астыға түскен кезде бүйтіп неге шу кетіп қалатын болған. Қазір міне тұра береді. Өте керемет, я, достар. Ендеше, достар, сіздермен видео аяқталды. Сіздермен болған видео осы. Амандықта жүздескенше. Қош сау болыңыздар.